Всем привет! Бұл видеода сіздерге Гавай аквапаркіне қалай барғанымызды, Гүлі тәтемнің туған күнінен шағын үзінділерді және ПП блины рецептісімен ең соңында мамамызды қалай құттықтағанымызды көрсетемін. Жақсы көңіл күй сыйлайтын блог болсын. Кеттік, бірге көрейік. Біз гардеробная келдік. Киімдерімізді ауыстырып алдық. Енді қазір душ арқылы шығатын боламыз. Осындай гардеробная іші удобно, үлкен екен барлығы. Амина, кеттік, жүр болды. Амина и Даулет. Спа-центрі осындай бассейні бар. Сулары теплый сондай. Мына жақта пилинг, массаж жасайтын жағы бар. И еще здесь баня бар. Там турецкая баня, русская баня. А здесь еще кафе, ресторандары бар екен. Сорпасын ішіп көрдік. Сорпасы өте дәмді. Біз уже почти біраз уақыт болып жүргенімізге. 1 сағаттан асып кетті. Мен шашым суық. Амина шашыма су сеуіп шашым. Амина новый купальник, оцените. Waikiki-дан алған. Осындай капюшонымен бар екен. Шапкасы. Прям күшті. 7 теңгеге алдым. Өте удобно. Бұл жерде адам кішкене азырақтау. Басқа жеріне қарағанда, өйткені кішкене бағасы қымбатырақтау. Мына бөліктерінде үлкен бассейн. Бұл жерде обычно волна болады. Бүгін жұмыс істемей тұр екен. Искусственная волна. И отсюда можно сыртқа шығуға. И сыртта тоже горка и бассейндер бар екен. Біз уже қайтып бара жатырмыз. Амина бассейннен шыққысы келмей жатыр. Аминаға осындай аяқ киім алдық. 4000 теңге екен. Осы жерден сатып алдық. Ну, Каминка кие ғой аяқ киімінді. Мынау Гавайдың ішкі бөлігі. Осындай. Адам бүгін пятница болса да өте көп екен. Бұл бесплатно болғанда 15 мыңнан төледім бізде. Біз 17500 теңге төледік, ол спа жағында болды. Тоже, конечно, интересно. Детский отдел бар. Очень интересно. После бассейна қонаққа бара жатырмыз. Бассейннен кейін шаршалып. Жалпы Гавай бізге... Ау? Бассейн кака? Шарға барасың ба? Хорошо, шарға барамыз. В целом бассейн бізге ұнады. Горка-морка. А так в целом су бізге ұнамады. Суларында как будто хлор көп қосқан сияқты. И там душно прям. Ауа жұтқан кезде прям как будто хлорды жұтатқан сияқтысын. Солай. Қазір қонаққа бара жатырмыз. Бүгін сестрамның, яғни туған папамның сестренкасының туған күні. Бізді шақырған болады. Еще баласының туған күні соған бара жатырмыз. Дала уже қараңғы. Lying on my cheek from sleeping like I gave up. The room was doing nothing much. Same old shirt, same dust. Гүлі тәтем туған күні, соған осындай туған күніне арнап тосын сый жасап жатыр. Вау! Амина, кел, аюды қараның қара. Деу аю жүр қара. Қарайсың ба? Кел бері. Менің қасыма кел. Аю жүр екен, деу аю. Жүр, аюды көреміз. Вау, аюды қара, Амина.
Антон ұсыну ғой. Апелистігі не дейін сұрайды. Ничего страшного. Столда отырмыз. Президент келсе де сөйлемеймін. Денесең аузына жүрек Кеске. Вот Гүлет әте бүгін туған күні осы кісінің. Камчат айтады ғой, Кәусар амандасқысы амандасып, мен айтамын ғой, мен амандаспаса, мен амандаспаймын деп. Ана Нұрсұлу мектепке кімді? Медокты апарып, бір ұмытпа сен құрбым, дей ма? Есте қалсын мәңгі бұл күн, ұмытпа сен құрбым, есте қалсын мәңгі бұл күн. Ваза. Айна шеше? Енді мен сіздермен өте дәмді әрі пайдалы ПП блинның рецептісімен бөлісейін. Алдымен 4 жұмыртқаны ыдысымызға жарып аламыз, дәміне қарай тұз қосамыз, және қанттың орнына мен сироп қостым, бірақ қант қосуларыңызға да болады, әрине өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты, немесе бал. Жақсылап араластырамыз, оның үстіне 500 грамм сүт қосамыз, 250 грамм ұн қосамыз. Онда мен рисовая мука, мен кукурузный муканы араластырдым, солай қостым. Және оның үстіне 250 грамм кипяток қосамыз. Және 6 ас қасық сұйық май қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған біздің сұйықтықты 10 минутқа қалдырып, 10 минуттан кейін сковородкада пісіреміз. Өте дәмді болып шығады. Бүгін біздің маманың туылған күні. Мама, біз қаншаға толып жатсыз? Қаншаға толып? 8-ке. Жүріңіздер, далада күшті бір фон бар, сол фонға түсірем. Машинадан шыққан кезде көргенде бір әдемі фон бар екен. Жүріңіздер. Көзіңізді жұмыс. Наю кім деп ойлайсыз? Угадайте енді. Енді жалдаған адамдар. Аш көрсеңші. Аю, бірдегі подсказка айтыңдар. Давай, бірінші қояннан или Наюдан бастаймыз ба? Наюдан бастайық, давай. Қимылдары бір нәрсе біздің Рүстемге ұқсайды. Еще кімге ұқсайды? Тағы кім деп ойлайсыз еще? Кім жоқ мына жерде, например? Бір адам болса, потом жоқ болып кетті ғой. Я, қайда сол адам? Алмасы бой осында
таппадыңыз ба? Давайте любой біреуін айтыңыз, екі адамды. И таппасаңыз үшінші рет уже аю бетін ашады. Ой, қоян бетін ашады. Дәулет. Дәулет қой. Ана аю кім деп ойлайсыз? Аю бір движениялар көрсетсе өзін. Таныстыратындай. Билеші, аю билеші. Может, билегеніне қарағыма танып қояды. Ал енді аюдың да бетін ашады, иә? Арқан звондамады, құттықтамады деп атсам. Күшті келістір алсыздар ғой. Иә. Өзің отбасыңмен бір түсіп ал. Давайте суретке түсірейік. Театр ғой. Қоян талауы кетті ғой деп.